Қайырлы күн, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін біз сана-саны бірліктер туралы айтатын боламыз. Яғни 1-і, 10-і, 19-і, 28-і күні туғандар. Ал енді оларды айтпас бұрын каналға тіркеліп, қоңырауды басып кетіңіздер, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Ал енді кеттік, ондайше бірліктер туралы айтайық. Яғни бірліктер дегеніміз кімдер? Бірліктер дегеніміз 1-і, 10-і, 19-і, 28-і күні туғандар. Бұл кісілер патша тобына жатады, яғни билікке әрдайым ұмтылатын адамдар, және де бұл кісілердің нәпсісі өте жоғары болады. Бұл кісілердің планетасы, яғни ғаламшары күн болғандықтан әрдайым жарқырап жүреді, және де бұл кісілер әрдайым жаңағыдай даралыққа ұмтылатын адамдар, біреудің қол астында жұмыс жасағысы келмейтін адамдар, яғни өздері дара жұмыс жасау керек, автономды түрде, немесе бастық болу керек, бұл кісілерге әрдайым жоғарыдан көрінгісі келетін адамдар. Яғни бірліктер бізде өте сондай жебеуші, және де стратегиялық ойлау қабілеті өте жоғары адамдар. Яғни бұл кісілердің стратегиясы өте мықты жұмыс жасайды. Яғни ол дегеніміз қалай? Стратегия дегеніміз мысалға бір мақсат қоясыздар, мақсатты белгілі бір уақытқа қоясыздар, сол сияқты стратегияны да жаңағыдай өте ұзақ уақытқа қоя алатын кісілерді алдағы уақытта қалай әрекет жасау керек екенін біліп тұратын адамдар. Яғни сіз бір бизнес бастайтын болсаңыз, осы бірліктерден көмек сұрасаңыз болады. Яғни алдағы уақытта сіздің бизнесіңіздің ары қарата қалай дамыту керек, соның барлығын осы бірліктер сіздерге күштілеп тұрып, жаңағыдай стратегия құрып беретін адамдар. Және де бұл бірліктер жебеушілік қасиеттері өте жоғары, яғни өзінің жанындағы адамдарға, өзінің жаңағыдай өзім деген адамдарына жебеушіліктерін өте аямайды. Яғни ол дегеніміз қалай, орысша айтқанда покровитель, яғни өзім деген адамдарға қалай бастау керек, қалай оны бизнесті ары қарата дамыту керек деген сияқты өздерінің көмектерін аямайды, барлық көмек, қолынан келген көмектерін әрдайым беруге дайын адамдар. Ал енді бір минусы, егер сіз ол кісінің айтқанын істемейтін болсаңыз, онда сізді 1 минутта қара тізімге салып жібереді. Яғни бұл бірліктер мен және болды деген адамдар ғой. Өйткені бұл кісілердің эгосы өте жоғары болғандықтан, яғни мен айттым болды, соны істеу керек деп ойлайды. Яғни айналасындағы адамдардың барлығы осы бірліктің айтқанын істесе екен деп ойлайды. Ал кей кезде біз бірліктің айтқанын істегіміз келмейді ғой. Сондай келмейтін кездерде ол кісі сізді яғни қара тізімге салып блоктай салады. Сондықтан да байқаңыздар бірліктер. Енді бірліктер жаңағы индивидуальный неге ұмтылады дедік, сонымен қатар бірліктер жаңағыдай бастамашылдық қасиеттері де бар. Яғни бір істі давайте қыздар бастайық деген сияқты, сондай бір инициатива беріп жүретін адамдар, және де идеалист адамдар, әрдайым жаңағыдай бәрі жақсы болады деген сияқты сеніммен айта алады сіздерге. Бәрі жақсы болады дейтін кісілер. Плюс жағдайында бұл кісілер бастамашылдық, жебеушілік, және де бұл кісілер бірліктер лидер адамдар деп айтамыз. Минус жағдайында бұл кісілерде агрессия, деспотизм, және де консерватизм бар. Және бірліктер өзімдікі бөтен деп бөледі адамдарды. Жалпы біз барлығымыз адамдарды бөлеміз, санамызда. Ал енді бірліктерге келетін болсақ, бірліктер өзімдікі және бөтен деп бөледі. Яғни өз адамдарына ғана қол ұшын беруге әрдайым дайын, бөтен адамдарға емес әрине. Бірліктер енді өздері критика айтқанды жақсы көреді, бірақ өздеріне келген кезде критика тыңдауға дайын емес. Барлық бірліктердің бойында психикалық энергия бар да, яғни емшілік қасиет бар.
яғни әйел адам, бірлік әйел адам болатын болса, өзінің санасаны кез келген баласына осы емшілік қасиетті бере алады. Бірліктердің ең бір жақсы қасиеті деп айтсақ болады, өзім де сол қасиетке қызығамын. Бірліктер әрдайым жас көрінеді, яғни қартаюды білмейтін адамдар. Бірліктер өздері жұмыс жасағанды ұнатпайтын, бірақ бастық болғанды ұнататын адамдар. Ал екінші бастықтар бар, ол сегіздіктер, олар бастық бола тұрып, еденді де жуып тастай алады. Сонымен қатар бірліктер үздік қаржыгерлер болып табылады. Ал келесі видео бізде екіліктер туралы болады, сондықтан тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.